Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге біз тауық етінен палау жасайтын боламыз. Шашырап пісетін үй жағдайындағы әдемі палау жасайтын боламыз. Және де майдың мен осылай ожаумен өлшеймін. 2 ожау саламын. Үнемі 1 килограмм күрішке осындай 2 ожау май құямын. Және де жақсылап қыздырамын. Ол май қызып жатқан уақытта сәбіздерімді дайындап турап аламын. 1 пияз үлкенірек жеткілікті болады. Пиязды үлкенірек қылып турай берсеңіз болады. Және сәбіз, қызыл сәбізді, сары сәбізді аламыз. Сары сәбіз дәм береді осы палауға. Және де кез келген тауықтың бөлшек еттерін алсаңыз болады. Тауықтың өзін целый етін алып бөлігін бөлсеңіз болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Кейде қызыл еттен дем алғым келген уақытта осы тауық етін жегенді жақсы көреміз. Отбасымызбен кішкене асқазанға жеңілірек болады. Және де индейканың етінен де пісірсе болады, оның де жақсы өте дәмді болып шығады. Майға қуырып аламыз, қызарып тұрып, және сол майға қуырып жатқан уақытта етті тұздап крышканың астында жақсылап қуыратын боламыз. Сәбіздерімізді ұзынша етіп турап дайындап алдық алдын ала. Өте әдемі түстер. Сары сәбіз негізі тәттірек қызылға қарағанда. Және де осы пиязды үлкенірек қылып турай бересіз, себебі ол жұмсарған кезде бәрібір езіліп кетеді. Мына кезде өзімше монтаж жасағым келген түрім. Енді монтаж, переход деп көрсеңіздер болады. Үйренеміз. Және де майға жақсылап қуырыламыз. Осы кезде дәмдеуіштерімізді қосқансаңыз болады. Қарабұрыш, сіз не қосасыз? Мысалы, барбарис сияқты палауға қосатын дәмдеуіштерді қосқансаңыз болады. Және ет қызарып піскеннен кейін осы пиязды алып жақсылап сарғайтып тұрып қуырамыз. Және де мен сіздерге видеоның басында айтқандай 1 килограмм күрішке 2 ожау май құясыз. Сол кезде пропорциясы өте дұрыс болып шығады. Қатты да май да болмайды, болмаса құрғақ та болмайды, күшті болып шығады. Мына біреу сәбізді, пияз жақсылап қуырылып болған соң сәбізді салатын боламыз. Сәбіз солғын тартып, жақсылап майға қуырылғаннан кейін барып суын құйсақ болады. Мына кезде бірінші қызыл сәбізді саламыз, себебі бұл ұзағырақ піседі. Сары сәбізге қарағанда сары ташкентский сәбіз деп айтып қояды. Сол кейінірек салсаңыз болады, себебі ол пісуі тез болады. Және де жақсылап міне қараңыз, бір рет майға қуырып алдық, кейіннен барып сары сәбізді салатын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Осы уақытта зира, болмаса басқа дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Және де сарымсақты да жақсылап жуып салып жіберсеңіз, осы қуырылған уақытта қуырып, сіңіріп су құятын алдында алып тастайсыз. Және де міндетті түрде палауға қайнаған су құятын боламыз. Сәбіздің бетін жауып тұратындай болып. Және кейіннен осы суымыз қайнап жатқан кезде күрішті әдемі туамыз. Негізі күрішті 2 рет жуу керек. Сол кезде барлық крахмалынан тазарып әдемі болады. Осы міне мен зирамен, біз отбасымызбен зира қосып жегенді жақсы көреміз. Сол үшін осы су қайнап жатқан кезде күріш салмас бұрын зираны салып аламыз. Кейін барып күрішті саламыз. Күріштің бетін су шамамен 1-2 сантиметрге ғана жауып тұру керек. Егер артық су болса, мына жерде алып тастасаңыз болады. Және де бұл палауға міндетті түрде бірге жүретін салат жасаймыз. Ол айчучук. Үй жағдайында жасағаннан кейін ешқандай рецепті қатты аса мән бермедім. Осылай өзіміз білетіндей қылып, қызыл бұрышын көбірек қосып, пиязды турап, жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қойдым, себебі суы шығып жақсы болып тұру үшін. Міне біздің палауымыз пісті, күріштеріміз шашырап әдемі болып піскен, көздің жауын алатын палауымыз дайын болды. Осындай қарапайым рецептпен өте дәмді түскі асымыз дайын болды. Кешкі асқа да дайындауға болады. Ас болсын.